Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып жаратылыстану. 25-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы магниттің қасиеті. Балалар, суретке назар аударамыз. Магнит суреттегі заттардың барлығын өзіне тарта ала ма? Зерттеп көр. Магнит кейбір металдан жасалған денелерді тартады. Олар бір-біріне тартылады, кейде бір-бірін тебеді. Мұны магниттің қасиеті деп атаймыз. Магниттердің қарама-қарсы жақтарын ажырату қажет. Бір жағын қызыл, екінші жағын көк түске бояйды. Бірдей түсті жақтары бір-бірінен тебіледі. Әр түсті жақтары бір-біріне тартады. Темір магниттік қасиетке ие. Ал ағаш, қағаз секілді заттарда мұндай қасиет жоқ. Үйде магнит қай жерлерде қолданылады, балалар? Суретке назар аударып, өз ойымызбен бөлісеміз. Қане, бірінші суреттегі назар аудар. Бұл жерде тоңазытқыш. Тоңазытқыштың қай жерінде қолданылады магнит? Сыртқы әртүрлі жапсырмаларда, балалар. Және екінші суретке назар аударамыз. Бұл жерде біз үйдің домофоны, яғни үйдегі домофон кілтті ашу үшін бізге магнит қолданылады. Және келесі суреттерде қалай магнит қолданылған? Ары қарай өз ойыңмен бөліс. Қай магнит заттарды көбірек тартады? Неге? Екі магнит түрін салыстыр. Магниттердің бірдей және әртүрлі боялған шетін заттарға жақындат. Қай кезде тартылады? Қай кезде тебіледі? Зертте. Қандай заттар магнитке тартылады? Ежелгі бір аңызда мангус деген шопан туралы айтылады. Ол қойларын іздеп жүріп, бір тауға барады. Ол жерде қара тастарды көреді. Шопан таяғының темір ұшы қара тасты өзіне тартқанын байқайды. Содан бері сол ерекше тас магнус тас, немесе магнит деп аталған. Балалар, бұл сендерге тапсырма. Сендер бұл жерде қандай заттарды көріп тұрсыңдар? Және бұл заттар магнит тарта ма? Зерттеу жұмысын жүргіз. Және бұл заттардың сыртында берілген өрнектерді шеш. Екінші топ жұмыс. Бұл жерде қандай заттар берілген? Зерттеу жүргіз. Және бұл заттардың сыртында өрнектер, қандай өрнектер? Атап кет. Магнит өзіне тарта ма? Келесі тапсырма. Бұл жерде де балалар қандай заттар берілген? Заттарды зертте. Магнитті өзіне тарта ма? Байқа. Заттардың сыртындағы өрнектерді шешуді ұмытпа, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.